Ниқаб көз ғана ашық қалдырылатын арабша киім. Никах, неке. Хижрат, өзге елге көшу. Жихад, Алла жолында күресу. Шахидтік, Алла жолында жан тапсыру. Тәкфіршілерді жағалаған қыз-келіншектің осы терминдермен ұшырасатыны хақ. Бірақ олардың жетекшілері бұл ұғымдардың тонын айналдырып кигізіп, олардың санасына сыналата енгізіп тастаған. Үш нәрсеге күпірлікпен айыптайды. Күпірлікпен айыптау деген жеке адамды сен кәпірсің дейді, немесе бір қоғамды мынау кәпір қоғам дейді, немесе бір мемлекетті мынау күпірлік мемлекеті деп бір мемлекетті айыптайды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 2013 жылғы пәтуасы бар. Ол пәтуада осы тәкфиршілердің жат ағым, жат пиғылды екенін атап өткен болатын. Және де жалпы бұл пиғылда болған адамдар көбінесе біздің қоғамымызға, біздің еліміздің ұстанып жатқан саясатына қарама қайшылық өте көп. Қоғамға келтіретін зияны. Мен сіздерге бір мысал келтірейін өмірден. Өткенде мынау Атыраудан имамның есін айтпай ақ қояйын, енді белсенді бір ініміз бар, қатысып жүрген. Сол әңгімелесіп екеуміз отырған уақытта жалпы жастардың имандылыққа бет бұрыстарын сұраған уақытта бір күні маған бір қария әже келді дейді. Ағашына сүйенген, ашуланған соншалық зорға ағашының үстінде отыр дейді. Қасында баласы бар, келіні бар. Ей имам деді дейді. Мына менің келініме түсіндіріп айтыңызшы. Больницаға жатып еді. Больницаға жатқаннан кейін өзі намаз оқиды екен, апам да, інісі де, жаңа баласы да, келіншегі де. Қазір де мен күйеуіммен жатпайтын болды дейді. Неге апа деп себебін сұрадым дейді. Білмеймін, бір-екі жігітпен телефонмен сөйлесіп еді, олар келіп, күйеуің дұрыстап намаз оқымаса, тиісті шараларын қолданбаса, демек ол кәпір. Ал кәпірмен мұсылман елге жатуға болмайды деп құлағына құйып кетіпті. Сондықтан қазір балам бөлек жатады. Ал бірақ келінім түнімен телефонмен жаңа кісілермен сөйлеседі дейді. Енді ойлаңыз осыдан. Қандай бұл ақылға қонымды? Бұдан бір неке бұзылып жатқан жоқ па? Отбасы қирап жатқан жоқ па? Өзге діни ағымдар секілді, Ат-Такфир уәл Хиджра ұйымы да Құран аяттары мен хадистердің бұрмаланған нұсқасы арқылы құрбандардың жүрегіне аяқ бас үрей ұялатады. Ол үрей үдей келе адасушыны, адастырушының иығына жығып береді. Адам мен имандының арасында намазды тастау бар дейді. Осы хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ендеше намазды оқымаған адам кәпір болады деген осы жерден қорытынды шығады. Намаз бір адам күніне 5 уақыт намаз оқып жүретін болса, сол адамның сол ісіне қарап біз оның мұсылман екенін танимыз деген мағына жатыр оның астарында. Жоқ, мұсылман еместердің намаз оқымайтынның барлығы жаңағы кәпір деген қорытындысы шықпайды.
мысалы алладан қорықпайсың ба, неге сен ашық шашық, неге сен жалаңаш жүресің, көзіңді ғана ашық қалдыруың керек, соншалықты тақуа болмасаң сен қалай бұл өмірде өмір сүресің, қыз баланың міндеті ол денесінің бәрін жауып жүру керек, қара киіну керек деген жаңағы уағыздармен қыз баланы алдымен никахқа шақырады. Екіншісі никахқа. Егер Алла Тағала рұқсат берген болса, мынадай да аят түсер ме еді? Бұл Нұр сүресінде 33-ші аятта келеді. Аяттың мағынасы: арыңызды, намызыңызды сақтаңыз, егер неке қылуға отбасын құруға шамаңыз келмесе. Алла Тағала өзінің қайырымдылығынан, мейірімділігінен, кеңдігінен сізге көмектескен уақытқа дейін дейді. Яғни ар намызыңызды сақтаңыз деп тұр. Барып уақытша некемен немесе қиыла салыңыз, басқа салыңыз деп тұрған жоқ. Мен алдымен ағайын туыс таныстардан бөліндім. Сосын өзімнен бөліндім. Өзімді емес, өзгені тыңдай бастадым. Адам ретінде өз пікір, өз таңымды болмады. Бірақ мен мұны кеш байқадым. Қателескен тұсым осы деп те ойлаймын. Туыстарымнан, жақындарымнан бәрінен де безіндім. Ешкімді де қажет тұтпадым. Санамды басқаға билеткенімді енді кеш байқадым. Танысу, сену, басыру, байлану, шыға алмайтын шыңырауға түсу. Осылайша өз-өзін орға жыққан қыздың қадамына сан мың пәле жағаласып, жанында, тәнін де арамға байлайды. Біздің таныстарымызда әйел кісілер, намаз оқыған кісілер дәріс береді мешіттерде. Сонда маған келіп айтқандығы, бір күні мен не жас қойдым деп жас қыз жүгіріп келді дейді жылап. Алғаш күн екен. Күні кеше дейді, некелесіп, алғашқы ақ түнімізді болдық, азанда талақ деп кетіп қалды дейді. Ал енді сонда осындай қыздар сонда өмірден түгелмейді ма? Немесе Құдайдың өзі сақтасын енді. Басқа бір жат пиғыл теріс ағымның ықпалына кетіп, кекшілденіп, өміріне түңілденіп, келешек аналарымызға жағдайы не болмақ? Ресми дерек емес, бір деректе кеткен адамдардың 80%-на жуығы өмірмен қош айтысқан дейді. Яғни адасқан арманның құрбанына айналды деген сөз. Құдай сақтасын, бетін аулақ етсін бұл нәрсені. Салтанат деген қыз бала келіп, былтырлары жағы осымен сол тәкпіршілердің жағы бір келіншегі болған едім. Және де бұл жерде байқағаным дейді, мен зарымды айтатын кісі жоқ, тыңдайтын адам жоқ болғаны кейін енді тасымды ана жақ ұрдым, мына жақ ұрдым, болмағандықтан мешітке келіп, осы сіздерден бір көмек, жәрдем, Құдайдың адамдары ғой деп жәрдем сұрау мақсатыммен келдім дейді. Ал енді бұл жердегі бұның жапа шеккені жағы бұл ұйымдағылар жағы талақ мәселесінде көбірек айтады екен. Жан-жағымды немен жазарымды білмей дамын. Жүзімді көрсетуге бетім жоқ. Тіпті айтарға сөзім жоқ. Себебі қорқыныш жанымды жейді. Егер мен әлде де аузымды ашар болсам, тағы да сол жан түршігер жерде тағдырым сынға түсе ме, арым туталақай бола ма деп қорқамын. Бүгінгі қоғамда барлық жамандық атаулы діннің атын жамылатын болды. Қай жат ағымды алып қарасаңыз да, өздерінің жат идеологиясын исламның негізгі қағидаттарымен жымдастырып қояды. Ал мұны бұрын соңды, әлхамдулилля, мұсылманмын деп айтып көрмеген жан қайдан ұқсын? Тағы да сол сауатсыздық сан ұрғызып, сіз қаскүнемдер құрған торға өзіңіз-ақ барып түсесіз. Бұл ұйым жалпы өрмекшінің ұясы сияқты. Түскен адам құтылу қиын. Олар әдетте байқайсыз ба? Көбінесе тақуа көрінеді. Тақуа көрінеді, ананы істеуге болмайды, мынаны істеуге болмайды, ана үйтуге болмайды, мынаны бүйтуге болмайды деп өзінің бір шектеулері арқылы адамды шектеп тастайды тағына. Ал жеме-жемге өзінің мақсатына, мүддесіне келген уақытта олар ертеңгі күні некелеспей-ақ балалы болып жатса, оның нәрестені кім тәрбиелейді? Немесе ондай жауапкершілік деген нәрселер жоқ. Неке муаққат, муъта дегендей некенің де бір ерекшелігі осында. Тәкфіршілер адамнан мәңгүрт жасау процесін сатылы түрде кешенді жүргізеді. Сондықтан да олардың жолына бір шатылған кісі кері қарай қайтуды ойламайды. Әсіресе өзі өмір сүріп отырған қоғамға қарсы қойып, маңайындағы жақын жұрағатынан кісіні бөліп әкетуде олар тым епшіл келеді. Ал
өз жақынымен, қоғаммен, мемлекетпен конфликтке келген кісі өзін ол қоғамға жат санап, ақыры хижра жасауына, яғни жер ауыстыруына тура келеді. Таңдау ұсынады. Екіншісі, қолыңа қару аласың, сол жақтағы шейхтардың біреуіне тұрмысқа шығып, өзің де сол соғыс алаңына жаңағы қару алып шығасың деп. Қазақ қызының ары мен абыройын жанымен қорғаған халық. Қазіргі уақытта да бізге қыз тәрбиесінің бабалардан жалғасқан тәжірибесін қолдану керек. Қырық үйден қала берді қара күңнен, тыйым көрмеген қыздардың ақыры көрінігеннен талақ естіген. Жалпақ тілмен айтқанда, бет жүзін көлегейлеген қара түсті мата, оның көкейіндегісімен көксегенін де бүркемелеп тұрғандай. Қазақта сөзі бар айна, қара жамылды дейді. Қара жамылды деген сөз ол қаза болды. Ол үйде қаза болды. Дүниеден кісі өтті деген мағынаны білдіреді. Қара жамылды деген ол ауыспалы мағынада айтылады. Ол жаңа қара киім киілді деген сөз айтпайды. Ешқандай біздің апаларымыз, ешқандай біздің ұлы әжелеріміз, кейуаналар қара жамылды еш уақытта кимеген. Ғылым мен хикмет мұсылмандардың жоғалтқан қазынасы. Оны қай жерден тапсаңдар да алыңдар деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни мұсылман адам өзінің жоғалтқан қазынасын іздеу керек. Жердің астынан рызық іздеңдер дейді. Біз жердің астын іздеп жүрміз бе қазір? Қай уақытта қазақ дін үшін өзінің өмірін қиып соғысты? Ділде мүлдем ондай нәрсе жоқ. Астағфирулла билля ла икраха фид-дин. Дінде зорлық, зомбылық жоқ. Немесе сіз бейбіт өмірдің арасына барып жарып жіберіп өзіңізді шахид қылдыңыз дегенде де жерлер жоқ. Сондықтан бұның барлығы білместік, немесе бір мүддесі бар, сауатты деп айтайын сізге. Сауатты кісілердің басқарып жасап отырған жағдайы. Адасқан қазақ қызы, сіз болашақта құрсағына құт қондырар анасыз. Ал бұл қасиетті атау жүрегінде ізгілік ұялаған, ары кім көрінгеннің табанына тапталмаған, иманы жүзін жылытқан, салт дәстүрінен безінбеген пәк аруға ғана тән. Ал қара түсті ниқап сіздің қара көлеңкелі ғұмырыңызда жасаған күнәларыңызға бүркеме бола алмайды.